Сәлем достар, жылдам оқы сабағының 8-ші бөлігіне қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз диагоналды оқу туралы сөз қозғаймыз. Жалпы диагоналды оқу деген көптеген ғалымдар, жазушылар пайдаланған. Солардың бірі Оноре де Бальзак, ол француз жазушысы. Сол кісі кітап оқыған кезде диагоналды оқу формасын таңдаған. Ол кісі кітап оқыған кезде мына басынан бастап кітаптың 35-шін алып келіп оқи салатын болған ғой, осылай көзімен әрине. Және де бұл сабаққа келу үшін де көптеген еңбек, қажыр, жігер керек. Ол үшін алдағы сабақтардағы болған жаттығулар көптеп орындау керек. Метрономия әдісі бар ол жерде көз зумы бар, тіркеспен оқу. Егер соның барлығын тыңғылықты дайындық жасаған болсаңыз, қазір пайдаланып жүрген болсаңыз, сонда ғана мына сабақ сізге пайдалырақ, тиімдірек болады. Ал ендеше сабақты бастайық. Диагоналды оқу деген жалпы мынандай түсінікпен. Бұл былай жұмыс жасайды. Ең алдымен көзімізбен оқып жатқан кезде осы жерден бастаймыз дағыны текстің, яғни қатардың соңына қарай апарамыз. Сосын екінші қатар тастап кетеміз де үшінші қатарға келеміз. Себебі біздің көзіміздің зумы үлкейген болу керек, тіркестерді көре алатын. Сондай дәрежеде ғана біз осы диагоналды оқуды үйрене аламыз. Келесі екінші қатар тастап кетеміз де үшінші қатарға келеміз. Үшінші қатарды тағы да солай жасаймыз да төртінші қатар тастаймыз да бесінші қатарға келеміз. Міне, осылай. Бұл формула осыдан жалғасады. Осылай оқып, сізге күнделікті жаттығу жасау керек. Бірақ жаңа жоғарыда айтып өткенімдей, сіздің көзіңіздің зумы күнделікті шуртек кестесімен жаттыққан болуы тиіс. Расында бұл басында қиын соғуы мүмкін, сол үшін де біз екінші жаттығу түрін жасадық. Бұл 2-3-5 деп аталатын жаттығу түрі. Бұл оңайырақ, және де дәл осы жаттығудан кейін-ақ сіз өзіңіз түсінесіз, жылдам оқу мүмкін екендігі туралы, жылдам оқу деген бар нәрсе екендігі туралы. Және де өзің достарыңызға айтқан кезде сендіре аласыз. Міне, қараңыз. Бұл жерде 2-3-5 дегеніміз не? 2 дегеніміз мұнда тұрған екі қатардың ортасында ақжолақпен көзімізбен жүгіріп шығасыз. Барасыз, қайтасыз. Дәл осылай бүкілін жасап шығыңызшы. Кітаптың бір беттің соңына дейін жасап шығыңыз. Екіншісі осыны жасап болғаннан кейін үшінші үштікке өтеміз. Ол бұлайна болады. Бізде жалпы мына жерде 3 қатар бар. Соның дәл ортасынан бастап оқимыз. Көзден барамыз, қайтамыз. Дәл сол секілді өзіңіз көзіңіз шатасып бара жатқан болса, белгілеп алсаңыз болады. Мынау үштік деген секілді. Және де біздегі тағы да бір түрі, бұл 5-шісі, бұл енді супер. 5-тікте былай жасаймыз. Мына жерде жалпы 5 қатарды аламыз осылайынан. Оны да белгілеп қойсаңыз болады. Жаттығу кезінде 5-тік. Бұл жерде тек осы 5-ші қатарда ортасында қайсы тұр, сонымен көзімізді жүгіртіп шығамыз. Барамыз, келеміз. Сізге ешқандай қазір қиындық тудырмасын, сіздің түсінбей жатырмын, мынау қандай деген секілді ойлар болмасын. Себебі бұл жай ғана біздің көзімізді жаттығу жасап жатыр. Сабақтың қорытындысында түсінесіз, бұл нәрсе не үшін керек екендігі туралы. Осылай жасаңыз, бүкілде толықтай жасап шығыңыз. Сіздің есіңізде ме, ең бірінші сабақты бастаған кезде сіз бір қатарды оқыдыңыз, екі қатарды оқыдыңыз, үш қатарды оқыдыңыз, солаймен жүрдіңіз. Негізінде бұл 5-тік деген система жұмыс жасайтын система, бірақ ол үшін көптеген жаттығу керек. 5-тікке келген кезде, мысалы, сіз 6 қатар оқығандағы уақытыңыз бүкіл бетті оқуға кететін уақытпен тең болады. Осылай. Енді осы 5-тікті өткеннен кейін 3-тікке барыңыз, 3-тікті толықтай жасап шығыңыз, 2-лікті толықтай жасап шығыңыз. Одан кейін өзіңіз басында қалай оқып бастаған едіңіз? Бірінші қатарды оқыңыз, екінші қатарды оқыңыз, үшінші қатарды оқыңыз, көзіңізбен тіркеспен оқып жаттыңыз. Бір солай оқып көріңіз. Осы кезде сіз түсінесіз. Сіздің миыңыз қалай жұмыс істегендігі туралы, сіз қалай жылдам оқып жатқандығыңыз туралы. Сол кезде егер сізге әсер етіп жатқан болса, комментарийға жазып қалдырып кетіңіз. Себебі басқа адамдар да бұл нәрсені шын екендігін түсінуге, көруге өзіңіздің септігіңізді тигізіңіз. Күнделікті осындай жаттығуды қайталап отырыңыз, және де бұл міндетті түрде сізге пайдасын береді. Бүгінгі сабақ осы болды, келесі сабақ вертикалды оқу. Ол енді бөлек әңгіме. Ал ендеше сау болыңыздар.